бір күні балаларыма айттым, осылай енді не қалай болып жатыр десем, оказывается, олар да айтады, бізден де постоянно әкеміз сұрақтың астына алады, мамаларың қайға шығып кетті, мамаларың қайға кіріп кетті деген сияқты. Енді одан басқа да көп әңгіме айтқым келмейді, шын айтсам, Әйгерім. Әйгерім, содан кейін осындай бір озарение келді да, бір күні айттым, енді мен сондай болсам, не болсам, онда не қылып жүрсің десем, өзің ғой мені шақырып алған. Өзің ғой мені шақырып алған. Блин, осы үшінші рет ажырасқаннан кейін барып ұялмай жұртқа айттым, бар ғой, шын айтсам, ажырастым мен деп ше. Ұялмай айттым. Дұрыс. Себебі сіз қолыңыздан келген бәрін жасадыңыз. Мен бәрін жасадым. Просто Құдайдан тіледім. Жақсы адам болса мен, жақында жаман адам болса мені алыстатшы дегенше. Тура осымен ол өзі легко кетіп қалды. Мен ойладым. Одан кейін қанша угроза болды менің семьяма. Угроза болды, үйтіп жіберем, бүйтіп жіберем деген угрозалар болды енді. Өте көп угрозалар болды. Бірақ енді ешқайсысын ойған жоқпын. Уже түсіндім мен. Уже қабылдадым, солай түсіндім. Деген сияқты. Дұрыс айтасыз.